Алла тағала әдемі мысалдарды береді, кейде өмірлерінен алып, мысалы, ва иза массан насу дур деген мысалы зарар. Егер адамға бір зиян, залал, зарар тиіп кетсе дейді, қиын жағдайға түсіп қалса, өзімізде де мысалы кейбір бір жағдайларда қиын жағдайға түсіп қалған кезіміздегі күйімізді еске алып отырайық, қандай сондай бір күй болса. Ва иза массан наса дур, адамдарға бір зиян, залал тиіп кетсе дейді, дағау раббахум мунибина илейхи, Раббыларына жалбарынады ықыласпен. Бүкіл нәрсені шығарып тастайды сана сезімдегі. Яғни сөздер қалай кетеді? Раббым, енді өзің болмаса біттім. Раббым, енді өзің құтқармасаң болды бүкіл нәрсе. Егер осыдан алып шықсаң, менен шүкірлі жаңағындай құлды таппайсың деген тақырыптарда кетеді. Сосын Алла тағала жаңағы сумма иза азақакум минху рахматан, сосын оларға бір рахымдылығының дәмін таттырса, яғни құтқарып шықса жаңағы жерден, иза фариқу минху бироббихим юшрикун, қараңыздар. Сонда олардың бір тобы, кейбіреулері жаңағы ар-ұждан жібермейді. Мен айттым ғой, енді оқиын намазды. Мен айтқам, осы аурудан жазып берсең, я Раббым, мен 5 уақытқа тұрамын деген демес. Көрдіңіз бе? Жаңағы мысалы егерде соны жаңағы рахымдылықтың дәмін таттырған кезде, олардың бір тобы дейді, Алла тағала бәрі деп тұрған жоқ. Яғни кейбіреулері бар, ақыл Алла тағаланың сәттілігімен тура жолға түсіп кетіп жатқан. Бірақ олардың бір тобы Раббыларына қайтадан серік қоса бастайды дейді. Ал сол қылығын ол білмейді дейді. Негізінде сол қылығын мен түсіндіретін болсам дейді Алла тағала, лиякфуру бима атайнахум, біздің оларға берген нығметтерімізге күпірлік жасап жатыр дейді ол. Мен ғой дейді оны құтқарған. Ол ұмытып кетті, басқа нәрсеге кетіп жатыр деген мәселе.